Bismillah. Bismillah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Құрметті бауырлар. Bir hadis есіме түсіп отыр, соны бір бөліскім келіп отыр. Намаз алғашқы парыз болған кездері, жамағат ең бірінші оқылып атқан кездер екен, Медина қаласында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям рукуға барып, Субхана Раббил Азим деп 3 рет айтып болғасын, басын көтерген кезінде Сами Аллаху лиман хамидах деп айтқан екен. Алла мақтаған адамды естеді деп. Сонда бір сахаба толғанып, Раббана лакал хамд, хамдан каthиран, тайибан ва мубаракан фих деп айтқан екен. Мағынасы, Раббым саған мақтау болсын. Сондай бір мақтау, ол көп, көркем және оған береке жауған мақтау деп айтыпты. Айтып жіберген ғой, намаздың ішінде. Намаз біткесін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтыпты. Осы сөзді кім айтты, кім қосты депті. Сонда әлгі сахаба кінәлі болып, мен айтып едім, Расулалла дұрыс болмай қалды ма десе, жоқ, бәрі жақсы болды. Мен саған айтқым келген нәрсе, сенің осындай керемет мақтау сөзіңді мен жеткіземін деп 30 періште таласып Аллаға қарай жүгіріп кетті деген екен. Айтқым келгені, Алла тағалаға қандай мақтау айтсаңыз да естеді. Сіз мақтау айтып жүрсіз бе? Аллаға мақтау айтасыз ба? Әңгіме сол жерде.